Сәлем достар. Сіздермен бірге мен Тока Лайф арнасы. Мен Тока Лайф арнасы деп өзгертіп қойған себебім, мен өзім поисктен өзімнен Тока Лайф деп іздесем, онда ол шықпайды. Енді сіздер поискқа Тока Лайф арнасы деп іздесеңіздер, онда менің аккаунтым шығатын болады ютубтан. Ал ендеше мен көп сөзбей видеоны бастаймын. Актриса қыз 4-ші серия. Сену қиын, бірақ мен Голливудқа кетіп бара жатырмын. Міне, көріңіз. Ого, керемет екен. Бұл мен жаңа үйім бе? Иә. Міне ванная. Ал мынау кухня. Ал мынау сіздің жатын бөлмеңіз. Жайғасыңыз. Рахмет. Мен кеттім. Заттарымды орналастырайын. Так, қазір. Алло, София. Қалайсың, жеттің бе? Ой, папа, я, жарайды, пока. София, қалай дәтің барды? Біз сені Голливудқа жібердік, бәрін төледік. Ал сен? Ой, папа, менің қолым бос емес, пока. Надоел уже. Мен үлкенмін, мен өзім бәрін істей аламын. Мен макарон дайындап қойдым. Қазір енді шай қойып жіберсем, сонда таңғы ас дайын болып қалады. Бізге ең қатты ұнайтын тағам ол бізде макарон. Қызым, мен келдім. Папа, мен сізге паста дайындап қойдым. Ой, рахмет. Менде бір жаңалық бар айтпақшы. Қандай? Мені жұмысқа алды. Мәссаған, шынымен бе? Папа, мен қуаныштымын сіз үшін, құттықтаймын. Рахмет. Жарайды, столға отырайық. Мәссаған, дәмді болыпты. Иә, өте дәмді болған. Тамағымызды тезірек ішіп алайық. Және мен қазір жұмысқа бармаймын. Аха, мен үйде болам. Қазір ыдыстардың бәрін жуып тастайын. Аха. Қызым, уже кеш болып кеткен сияқты. Сен қашан ұйықтайсың? Кітапты жарықсыз жерде оқыма деп неше рет айттым мен саған? Ой, пап, кешір, мен білмедім. Мен көрмей қалыппын. Так, міне. Жарықпен жақсы. Сосын төсегіңе жатты ұйықта. Уже кеш. Жақсы, папа. Так, жарайды, онда кітабымды тастап, тезірек ұйықтайын. Таң атты. Ой, кіріңіз. Қайырлы таң, қызым. Айтпақшы, қазір мамаңа барамыз. Жақсы. Давай, кейін. Мен уже таң ас дайындап қойдым. Жарайды. Мамама көптен бері бармадық. Оның жағдайы қалай екен? Тезірек ауруханаға барғым келіп тұр. Давайте, мен қазір тамағымды ішіп алып, тезірек папамға айтайын, тезірек барайық деп. Мама, сәлем. Ару, біз көптен бері көріспедік. Мам, сіз қалайсыз? Біртіндеп жақсарып, содан кейін нашарлайды. Сен университетке түстің бе? Жоқ әлі, мен кеше ғана тапсырдым экзамендерді. Түсінікті. Мистер, сенде қандай жаңалық бар? Мені жұмысқа алды. Мен ол жерде кішкене көбірек аламын. Алдыңғы жұмыстан қарағанда. Құттықтаймын. Мен вроде университетке түсем деген ойдамын. Я, әрине, сен міндетті түрде түсесің. Рахмет, мам. Сөйлесу аяқталды. Жарайды, пока, мам. Пока, Ару. Кеттік, әкешім. Аха. Так, кішкене ноутбукте отырайын. То шымсып кетті. Так, жаңа ескерту почтадан келіпті. Так, көрейік. Так, стоп.
Не? Мен түстім. Ура! Не болды, Ару? Не айқаймында? Папа, мен түстім. Не? Мәссаған. Молодец, қызым. Рахмет, пап. Так. Так, телефон шырылдап жатыр. Тағы не болды? Папа, мен сізге айттым ғой, маған звондама деп. Тоқта, ертесінде кастинг. Мен саған барлық данныйларыңды алып келіп тұрмын. Қара. Жарайды, көрейін. Так, не дейді бұнда? Кастинг, сериал Эльса и Хиби комедия. Набор главный геройға. Ертең сағат 12. Ол серия киностудия жұлдыз дейді. Может, өзім байқап көрермін? Менде болу керек. Так, жарайды, менің қолымнан бәрі келеді, және мен бұл главный рөлде ойнай алатын сияқтымын. Мен өзіме сенімдімін. Бірақ анау Арудан мен ойымша келмейді. Және ол дәрігер болам деп жүр ғой. Жарайды. Мен кеттім. Қыдырып келейінші, аты үйде отырып шаршап кеттім жаман. Кеттім. Мына жер өте әдемі, және мына жерде актерлар жүреді. Ал егер артистердің бірі жақын жерде, яғни прожекторға түссе, мен өте жағымсыз болып көрінемін. Мен жаңа киім сатып алуым керек. Мүмкін жақын жерде дүкен бар, және мен жергілікті адамдардан осы жақтағы сол дүкеннің адресін сұрап алып, және жолын көрсетіп жіберер. Кешіріңіз, девушка, отвалите. Қандай адамдар, вообще жаман ойын адамдар деген. Мына жақтың адамдар что-то не то. Жарайды, басқа адам келіп қалатын шығар. Кешіріңіз. Не болды? Маған айтып жібере аласыз ба? Жақын жерде магазин бар ма? Я, бар. Сізге қандай магазин керек? Маған киім магазині. Жақын жерде бір магазин бар. Қазір осы жолмен түзу жүресіз, және де светофордан кейін оңға қарайта бұрыласыз. Және сол жолдың бойында магазиннің жазулы тұрғанын көресіз. Рахмет. Оқасы жоқ. Сіз бұл жерде жанасыз ба? Я, мен негізі жаңа ғана көшіп келгенмін. Түсінікті. Мен Дамир. Мен София. Енді таныс боламыз. Аха. Если көмек керек болып жатса, маған звондаңыз. Мен фотографпын. Номерімді жазып алыңыз. Аха. Жарайды, сау бол. Сау бол. Мен қателеспін. Бұл жақта барлығы ашулы емес екен. Жарайды, жаңағы бала айтқандай, тура жүріп светофордан оңға бұрылайын. Достар, осымен менің видеом аяқталды. Сіздерге менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше сау болыңыздар.